Анамнан маған дуа жасалғанын естігеннен кейін менің одан ары мазам кетті. Күйеуіме айтып едім, ол сенбеді. Қойшы, ондай болмайтын нәрселерге басыңды қатырмашы, сені кім дуалайды дейді. Бірақ әлгі көріпкел емшінің айтқаны миымнан кетпеді. Сөйтіп жан жақтан жақсы, білгір емшілерді сұрастырып іздей бастадым. Сөйтіп көрші ауданда бір жақсы көріпкел емші апа бар екен деп естіп, таксилетіп баламды алып сол апаға бардым. Емші апа мені қарағаннан кейін, сенің басыңда шынымен дуа бар. Бұл аяғың ауыр кезде жасалған екен. Содан бұл дуа іштегі балаңа да өткен. Балаңды байқа, кейінірек ауырып қалуы мүмкін. Сосын бүгін түнде қандай түс көресің, соны ертең маған айтшы деді. Сол күні түсімде 2 қара мысық көрдім. Екеуі біздің үйді айналып жүр екен. Сөйтіп мен оларды қуып жібермек болып сыртқа шықсам, әлгі 2 мысық енем мен қайынсіңліме айналып кетіпті. Ертесінде осы түсімді емші апаға айтып едім, ол кісі енемнің түр сипатын анық айтып берді. Ақ сары, бойшаң, толықтау, егде жастағы әйел. Сенің табалдырығыңа үйіңді айналып ақ ұнтақ шашып тастаған. Сені есі ауып, жынды болып қалсын, сөйтіп күйеуіңмен ажырасып кетсін деп жасалынған. Саған дуа жасаған енең, деді. Сөйтіп бұл апа маған суға дем салып берді. Мұны тек жақсы молда оқып қайтармаса, менің күшім жетпейді. Сондай молда кісі тауып оқытыл деп жіберді. Енемнің маған дуа жасағанын естігенде денем түршігіп кетті. Ондай жамандық өз баласына да тиеді ғой. Сонда тіпті өз баласын да ойламағаны ма? Енемнің бар мақсаты бізді ажырастырып жіберсе, ұлы қайта қолына барып отырса, сөйтіп тағы бар айлығын солардың қолына беріп, салпаңдап жұмыс істеп жүре берсе. Маған үйленбей тұрғанда солай болған. Енем менің күйеуіме еш жаны ашымайтын. Ол кісі тек қызын, төркінін ойлайтын. Қызына қаратып ешкімді сөйлетпейді. Менің күйеуім дулат ана времянканы салмаса, ол кісілер әлі де сол сарайда тұра берер ме еді? Сөйтіп мен молда іздеп, әулие әмбір іздеп, сол жердегі жақын маңның барлығын шарладым. Оқытылдым, бір емшілер шайге, сабынға дем салып береді. Тіпті бір күні теледидардан Оспан деген бір керемет тәуіп емшіні көріп қалып, сол кісінің телефон номерін алып хабарластым. Ол кісі маған тұрған жеріңді ауыстыр, басқа үйге көш, сонда жағдайың дұрысталады деді. Оған басқа жерден пәтер жалдап тұрмасақ басқа амалымыз жоқ еді. Бірақ пәтер жалдайтын мүмкіндігіміз де жоқ еді. Өйткені жалғыз күйеуім жұмыс дейді, ай сайын несиеміз бар. Мен келін болып түскеннен кейін ақ күйеуімнің бір жағына шығысайын деп жұмыс істемек болғанда күйеуім қарсы болып еді. Мейрамхана, дүкенде істемейсің деп. Менің басқа жерде жұмыс істейтін жоғары білімім, арнайы мамандығым жоқ. Алдын бойдақ кезімде осы мейрамхана мен дүкенде, одан қалса сауда сатықпен айналысып едім. Содан не керек, әйтеуір емшілердің кішкене болсын емі шипа болды ма, балам 1 жастан асқанда ұйықтайтын болды. Түнгі ұйқысы қалыптасып жақсы болып қалды. Ал мен сол баяғы ешқандай өзгеріс жоқ, басым ауыра береді. Аналгин цитрамон ішіп аламын. Сөйтіп бір күні Астанадағы сіңліме хабарласып, жұмыс істеуім керек. Енемнің қасынан кетпесек болмайды деп жағдайымды айттым. Сөйтіп едім, сіңлім біздің аудандағы аурухананың бас дәрігеріне хабарласып, мені сонда еден жуатын техничка етіп жұмысқа кіргізді. Ол кездері бір жерге жұмысқа кіру қиын болатын. Қандай жұмыс болмасын, көпшілігі таныс арқылы, болмаса жақсы сыйақы беруін керек. Осылай ауруханаға жұмысқа тұрдым. Баламды бақшаға бердім. Сөйтіп күйеуіммен сөйлесіп, басқа жерден пәтер жалдап көшіп кеттік. Енемнің жанынан кеткеннен кейін жұмыс істеп, елмен араласып, көңілім жұмысқа ауып, жағдайым бір шама дұрысталып қалды. Бөлек кеткеніміз жақсы болды ау деп ойладым. Сөйтіп жүргенде балам 2 жастан енді асқан кезі. Бала бақшадан келген соң бір күні ішім ауырды деп жылады. Мен бақшада жақпайтын бірдеме жеп қойған болар деп ойладым.
күріш қайнатып бердім, айран бердім. Сөйтіп жүргенде бір күні бақшада мұрны қанапты. Бала бақша дәрігері кешке барғанымда бала түсте ұйықтамап еді. Бала организмі шаршап, зорығып кеткенде мұрны қанайтыны бар. Болмаса кейбір балалардың кішкентайынан басының давлениесі болады. Сондай емес пе деп менен сұрады. Мен кішкентай кезінде басын арнайы аппаратқа түсіргенбіз, ондай ештемесі жоқ дедім. Сөйтіп баламды алып кеттім. Ертесінде демалыс болатын, барлығымыз моншаға бардық. Сол моншаға түсіп келгеннен кейін баламның үсті қып-қызыл болып қышынып бөртіп кетті. Мұны көріп қорқып кеттім. Сөйтіп дереу күйеуім екеуміз баламды алып ауруханаға бардық. Анализ тапсырдық. Сөйтіп дәрігерлер балама ИТП деген қан ауруы деген диагноз қойды. Мұны естіп уайымдап әбден жыладым. Осы кезде емшінің дуаның әсері балаңа өткен. Байқа, кейін балаң ауырады дегені есіме түсті. Енемді тіпті жек көріп кеттім. Осыдан балама бірдеме болса оны өлтіремін деп қатты ашуландым. Сөйтіп сіңліммен сөйлесіп, балам біраз ем қабылдады, бірақ мүгедектікке шықты. Үкімет арнайы жәрдемақы бөлді. Өзі жүріп тұрғанымен балама ерекше күтім керек. Дәрі-дәрмек, дәрумендер, арнайы жақсы тағам ішкізіп, қадағалап жүру керек болды. Балам ауырып мүгедектік алып ауруханадан шыққаннан кейін үйге енем келді. Немересінің жағдайын білейін деп емес, қайнымды үйлендіргелі жатыр екен. Соған менің күйеуіме өз атыңнан несие алып бер деп айтуға келіпті. Өз атыңа алып берсең, інің қазір жұмысқа тұрды. Өзі төлейді дейді. Енемнің мұнысына күйеуім ашуланып келісім бермей қойды. Өзіміз ұлымызды қалай аяққа тұрғызамыз деп жан таласып жүрміз. Уайымымыз жетерлік. Осының барлығы сол енем жасаған дуаның кесірі. Бұған кейін күйеуім де сене бастап еді. Бірақ бұл жайлы білетінімізді енеме айтқан емеспіз. Оның да біздің мұны білетінімізден хабары жоқ еді. Сөйтіп күйеуім жоқ деп ашуланып сөйледі біраз. Онсыз да осы уақытқа дейін дап-дардай інім мен екі күйеуден қайтқан қарындасымды бағып келемін. Өз күшіммен салған жаңа үйді де соған тастап, өзім пәтер жалдап қаңғырып көшіп кеттім. Енді өз отбасым үшін өмір сүргім келеді. Балам науқас, соны емдетуім керек. Өзі әрекет етіп үйленсін деп еді, енем төңтеріс болып ашуланып ұрысып кетіп қалды. Сөйтіп бізді тойларына да шақырмай қойды. Кейін күйеуім не де болса бауырым ғой деп тойына 70 000 береміз деді. Бірақ тура той болатын кезде қаржылық жағдайымыз болмай қалып 50 000 ғана апардық. Күйеуім енемдермен бірге келінді алып келуге құдалыққа кетті. Мен сол енемнің үйінде келінді қарсы алуға дайындалып қалып қалдым. Сол кездері іште енемнің қайда кімге барып дуа жасатқанын анықтағым келіп, сұрастырып жүрген болатынмын. Ауыл аймағымыз кішкентай ғана, барлығы бір-бірін таниды. Сөйтіп ақырындап сол аулада тұратын қайнатамның інісінің қызынан жайлап сұрастырып едім. Ол қыз, жеңше, осы біздің үйден кейін 3 үй ары тұратын Дауқан ата бар ғой. Сол кісінің дуа жасайтынын бүкіл ауыл біледі ғой. Тіпті осы үйдегі апа да сол кісіге барып жүретін. Бір-екі рет көргенім бар дегенде таң қалдым. Жүрегім дүрсілдеп, қобалжып, бойымды бір қорқыныш сезім биледі. Дуакеш үйіміздің түбінде тұрады екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай естімей білмей келгенмін деп ойладым. Сөйтіп отырғанда қайынсіңлім келіп, сендер тойға 70 000 береміз деп алдап, келіп алып 50 000 бергендерін қалай? Бар, кет сен. Сенің мұнда қажетің шамалы деп мені ұрысып үйден қуып шықты. Мен ызаға булығып такси шақыртып кетіп қалдым. Күйеуім құдалықта, мен үйге келіп қыстығып жылап қалдым. Сосын келінді түсіріп тойды өткізіп күйеуім келді. Болған жайды естіп, ол да біраз ренжіді. Бірақ қарындасына түк дей алмайтын. Өйткені енем қызына қаратып ешкімді сөйлетпейтін. Сол қызы мен қайнымды ғана ойлайтын.
Менің күйеуіме ешқашан жаны ашып, жақын тартқан емес. Інісі мен қарындасы да күйеуімді ағамыз деп сыйлап, бауырмалдық танытқан емес. Күйеуімді тек ақшасын алып пайдаланса ғана болды. Күйеуімнің өмірі, ішкі жан дүниесі оларды ешқашан қызықтырған емес. Мұны күйеуім де біледі екен. Кейде ішіп, қызып қалғанда іші ашып, ренжіп айтып қалатын. Мен оны аяйтынмын. Оның осындай отбасында өскеніне ішім ашитын. Атамның туыстарының айтуынша, күйеуім қайын атама ұқсаған екен. Сөйтіп арада біраз күн өткен соң, сол ауылға жаңағы дуақан шалға бардым. Еңгезердей бүкірейген қара шал екен. Сондағы мақсатым маған дуа оқытқан енеме өзі жасап берген дуасын қайтарту еді. Бір жағы оны көргім де келді. Осы күйімнен арылсам, балам тәуір болып кетсе екен деген үміт қой. Сөйтіп ол кісі үйіне кіргізді. Адам қабылдайтын бөлмесі қорқынышты екен. Аяқ қолым дірілдеп, тілім күрмеліп қалғандай. Қабырғада неше түрлі аң ба, құс па, малдың сүйегі ма, неше түрлі сүйектер ілулі тұр. Үстел үстінде бір шөптер, тоз, тағы шашылған топырақ па, майда шүйде заттар толып жатыр. Өзі Насыбай атып алып, жанындағы ыдысқа түкіріп отырады екен. Бөлмесінен бір қолаңсы иіс шығады. Мен түк білмегендей, дым білдіртпей, менің басымда дуа бар екен, соны қайтара аласыз ба деп сұрадым. Сөйтіп едім, ол маған бажырайып біраз қарап қалды. Көзі шігірейіп, өңменімнен өтіп кетердей. Оның қарасынан сай сүйегім сықырлап кеткендей болды. Біраз үнсіздіктен кейін ғана, саған енең дуа жасатыпты. Мен осы дуаны қайтарамын. 3 күн келесін. 30 000 бересің деді. Мен распа деп таң қалып, іште бір үміт пайда болғандай еді. Сөйтіп осы кісіге арбалып қалғандай, ақшасын беріп, 2-ші күні тағы келдім. Емдегені маған өте ерсі көріне бастады. Денеңді қалаймын деп ананы мынаны айтып тиіспекші болды. Содан мен айқайлап ұрыс шығарып, маған дуа жасаған сенсің. Ақшамды қайтар, болмаса милиция шақыртып сені алаяқ, маған тиісті деп үстіңнен шағымданамын деп, енеме сақтаған бар ашу ызамды осы дуа кештен алдым. Содан ол шал қорқып кетіп, ақшамды беріп, ойбай аулақ жүр, бар кет деп мені шығарып салды. Мұны естіген анам маған ұрысып, өзіңе дуа оқыған адам қалай қайтарсын? Саған тағы бірдеме істеп қойса қайтесің? Балаңды ойла деп, осы Түркиядан келген Құран мен емдеп, дуа қайтаратын молда кісіні тауып берді. Сөйтіп орамал тартып, бар жерімді жабық киініп, анам тауып берген түркиялық молдаға келдім. Ол кісі мені қарап, шынымен басыңда дуа бар екен, сені біраз күн оқимын деді. Сөйтіп күнде 1 сағаттан 7 күн оқыды. Ол кісі оқыған сайын күн сайын бойым жеңілдеп келе жатқандай. 3-ші күннен кейін түнде тырп етпей ұйықтадым. Бір түнгі ұйқым 1 жылдай болды. Денсаулығым дұрыстала бастады. Сөйтіп соңғы күні жаңағы молда, енді алда барлығы жақсы болады. Сүрелер жаттап, соны оқып жүр. Саған зиянын тигізіп, дуа жасағандарға еш кек сақтама. Өмірдің өзі оларды шыр айландырып, алдыңа алып келеді. Менің айтқандарымды істеп жүр, аман бол. Енді өзіңді бір Аллаға тапсырдым деп шығарып салды. Үйге келгеннен кейін бір тіндеп жолым ашыла бастады. Алдым 1-2 банкке депозитке ақша жинап салып жүретінмін. Сонымның үстінен әжептеуір үстемақы қосылып, сол депозитімді шешіп алдым. Сөйтіп көп қабатты үйлерден сатып алуға пәтер қарадым. 2 бөлмелі пәтерге қолымдағы қаражатым біраз жеткіліксіз болып тұр еді. Анам мен сіңлім несие алып, жетпеген соманы толықтырып, 2 бөлмелі пәтер алдық. Бұған қатты қуандық. Өз басыңда өз баспанаң болғанға не жетсін шіркін. Сөйтіп ақырындап ақша жинап, жаңа тоңазытқыш, теледидар сатып алып, үйімізді толтыра бастадық.
Кішкентайда болсын маңдай терімізбен келген әрбір затқа қуанатынбыз. Осылай жүріп арада біраз уақыт өткен соң екіншіме аяғым ауырлап қыз босандым. Баламның жағдайы бір қалыпты еді. Ол алғашқы сыныпқа мектепке барды. Өміріміз жақсы жаққа өзгеріп, бір сарынға түсе бастады. Осылай жүргенімізде ауыл жақтан қайнымның әйелі абысыным хабарласты. Қайным аяқтары ісініп жүре алмай қалыпты. Соны Алматыға апарып қарату керек деп жатыр деді. Соған Астанадағы сіңліңізге айтып, Алматыдағы дәрігерлермен сөйлестіріп бересіз бе дейді. Бұл абысыным мен келген кезден бастап қарым қатынасымыз дұрыс болатын. Жиі хабарласып тұратынбыз. Сөйтіп оның сөзін жерге тастай алмай, кімде болса күйеуімнің жалғыз бауыры ғой деп сіңліммен сөйлестім. Сөйтіп ол Алматыдағы дәрігерлермен сөйлесіп, қайнымның жағдайын айтып, табыстап барлығын реттеп берді. Қайным ауруханада жатып емделді. Бүйрегі ауырып, содан аяқтары ісіп жүре алмайтындай халге жеткен екен. Сол жерде биопсия алып, беті бері қарай бастады. Осы уақыт аралығында қайынсіңлім 3-ші рет күйеуге тиіп, онымен де жараса алмай, тағы ажырасып, бала да туа алмай қайтып келді. Мұнымен қоймай, енем де ауыра бастады. Тура баяғы маған ұқсап түнімен ұйықтай алмай, сандырақтай бастапты. Қысқасы ол үйден береке кетіп, барлығы шетінен ауырып, менің алдыма келе бастады. Осы кезде мені емдеген молданың айтқаны есіме түсті. Саған зиян жасағандар айналып алдыңа келеді деп еді. Тура солай болып жатты. Қайным ауруханада жатып, емделіп жақсы болып кетті. Кейін арада біраз уақыт өткен соң, енем ауырып ауруханаға түсті. Абысыным хабарласты. Құлағынан қан кетіп, көзін жұмып алып, әрдемені бір сандырақтап жатыр деген соң, күйеуім екеуміз уайымдап бардық. Дәрігерлер диагнозын білмей жатырмыз деп қарамады. Сөйтіп мен тағы сол баяғы сіңліммен хабарласып, енемді қайынсіңліммен бірге Астанаға жібердік. Ол жаққа барып түсетін туыстары да жоқ. Сіңлім күтіп алып өз үйіне апарды. Сөйтіп ауруханаға жатқызып, МРТ жасатып, ең жақсы құлақ мұрын емдейтін дәрігерлерге қаратып ем қабылдады. Сол кезде мен артынан тамақ жасап, жағдайын білейін деп барғанымда мені құшақтап жылап кешірім сұрады. Сөйтіп емделіп тәуір болып қайтты. Сол жағдайдан кейін қайынсіңлім 4-ші рет тұрмысқа шығып еді. Ол да ауырып 2 рет түсік тастап бала көтере алмай жүренді. Мен оқытылып молда дуаны қайтарғаннан кейін қайын жұртымда осындай жағдайлар болды. Осыдан кейін енем маған дұрыс қарап, түзеліп қалды. Қазір айкөш деп жалпаңдап жүреді, ал баламның жағдайы сол бір қалып деді. Молда тек мені ғана оқып емдеді. Балама қатысты 10 жасқа дейін емделіп, күтіммен жүрсе жазылып кетеді. Ал 10 жастан кейін дертіне шипа болмаса, өмір бойы осылай мүгедек болып қалуы мүмкін деді. Осы балам жазылып кетсе екен деп, күндіз түні Алладан тілеймін. Балам қазір 9 жаста. Өте ақылды. Сабақты жақсы оқиды, сыныбында түрлі сайыстарға қатысып, сынып аралық қойылымдарда жүргізуші болып жүреді. Тек сол күтіммен ғана жүр. Уақытылы тамақ ішпей, уақытымен демалып тұрмаса, денесі көгеріп, тромбоциті түсіп, мұрнынан қан кетеді. Сол үшін оны үнемі қадағалап жүреміз. Кейде балама қарап, балапанымды осындай әуреге салып қойған енеме іштей қатты налимын. Кейін молданың ешкімге кек сақтама дегені есіме түсіп, өз-өзімді сабырға шақырамын. Амал жоқ. Күйеуімнің анасы болған соң араласуыма тура келеді. Дуа қайтқаннан кейін енді дұрысталып, тыныш өмір сүреміз бе дегенде күйеуім шықты. Дулат алдын айлығы аздау жерде жұмыс істейтін. Бертін келе іс сапарға шығатын, айлығы 2 есе іс сапарға бөлек 200 мыңнан аса төленетін бөлімшесіне ауыссам қарсы болмайсың ба? Іс сапарларға жібересің бе деп менімен ақылдасты.
Көбірек табыс тауып жатсаң, әрине артық болмайды ғой. Баламыздың да еміне дәрі-дәрмек, дәрумендеріне үнемі ақша керек, жақсы тамақтану керек, үкіметтің тиын-тебен жәрдемақысы бәрібір жетпейді ғой деп, мен күйеуіме сеніп келістім. Сөйтіп бастығына сыйлығын беріп, аузын майлап сол бөлімшеге ауысты. Содан Қазақстанның басқа қалаларына іс сапарларға шығып жүрді. Ары кетсе 1-7-дей барып келетін. Мен оған сенетінмін. Ол кеткенде телефон арқылы хабарласып тұратынбыз. Осылай жүргенде күйеуімнің мінез құлқы күрт өзгере бастады. Іс сапарға кеткенде телефонын жиі сөндіріп қоятын болды. Тіпті кейде мені бұғаттап қояды. Келген соң неше түрлі сылтау айтады. Қарап отырып маған тиіседі. Сен мен кеткенде маған хабарласпайсың, іздемейсің. Осынан біреуді тауып алып қыдырып жүрсің бе? Деп неше түрліні айтып сандырақтайтын болды. Мен күйеуімнің себепсіз маған тиісіп, менің адалдығыма күмәнданғанына аптырап, ыза болып ұрсып қала беретін болдым. Сөйтсем сол іс сапарға баратын жерлерінде бөлімшеде жұмыс істейтіндердің дені әйелдер екен. Ол жақ орыстарға жақын, орысша тәрбие, әйелдері осынан барған. Еркектермен бірге ішіп, темекі тартып, жатып тұрып жүре беретін көрінеді. Арасында бойдағы да ажырасқаны да бар екен. Мұны мен күйеуімнің жанындағы бір жолдасынан естіп қалдым. Сөйтіп күйеуімнің телефонын тексеретін болдым. Сөйтсем, шынымен бір әйелмен көп сөйлеседі екен. Іс сапарда болғанда сонымен неше түрлі хабарламалар жазысып кездесіп жүріпті. Тіпті менен ажырасып, соған үйленемін деп барып анасымен танысып қайтыпты. Мұның барлығын білгеннен кейін қаным басыма шауып кетті. Күйеуімді де мына әйел дуалап қойған ба деп бір жағы қорқып та кеттім. Содан күйеуім екеуміздің арамызда үлкен дау болды. Менің әке-шешем келді, енем келді. Сөйтіп мен күйеуіме ажырасатын болсаң, есік әне, киім-кешегіңді ал да сол көңілдесіңе кете бер. Үй менің атымда, бала шағыңа қалады. Бізді ұмыт та барып өз өміріңді сүре бер деп едім. Содан оған енем де ұрсып біраз сөйледі. Менің әке-шешем де сөйлесіп, ақылға шақырып жатыр. Балаларды ойлаңдар. Ұлымыз науқас. Оларға әке керек. Мен де ашумен ұрысқаныммен іштей оны жібергім келмейтін. Жақсы көріп үйленген күйеуім, оны осылай оп-оңай басқа елге жібере саламын ба? Балаларымшы, әкесіз жетім өседі ме? Жүрегім сыздап, жаным ауырды. Енді ғана дұрыс өмір сүреміз бе дегенімде, күйеуімнің мына ісі жаныма қатты батты. Сонымен күйеуім тәубесіне келіп, өлердегі сөзін айтып кешірім сұрады. Еш қайда кетпеймін, жаздым, жаңылдым, ішіп жүріп істегендерім деген соң кештім. Бірақ жүрек түкпірінде оған деген сенімім жоғалды. Қазіргі таңда бірге бұрынғыдай тұрып жатырмыз. Күйеуіміз сапарға кеткенде жиі хабарласып тұрады. Бірақ бәрібір оған бұрынғыдай сенім жоқ. Ол келгенше көңілім ала бұртып, жаным тынышталмай жүремін. Алла осы ер азаматымның жүрегіне иман сана берсе екен деп тілеймін.